Осы микроқаржы ұйымдарды кім қадағалайды? Заңның өзінің талаптары бар. Микроқаржы ұйымдарының клиенттер алдындағы міндеттері қандай? Сотқа дейінгі қарызды реттеу түрлері бар. Армысыздар. Микроқаржы ұйымдарына қатысты сауал көп. Ең қарапайымы, микроқаржы ұйымдарының банктерден қандай айырмашылығы бар? Олардың қызметін кім қадағалайды? Қандай заңдарға сүйеніп жұмыс істейді? Егер сізде микроқаржы ұйымдарына қатысты сауалдарыңыз болса, Финподкасттың бүгінгі санын өткізіп алмаңыз. Қонағымыз Solva компаниясы қарыз алушы құқықтары жөніндегі департаменттің директоры Ернар Оразбаев. Ернар мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді жалпы біздің елімізде микроқаржы ұйымдарын жоғары пайызбен несие беретін мекеме ретінде қабылдайды көпшілік. Өйткені ол жерде банктерге тән өнімдер жоқ, мысалы автонесие деген сияқты, депозит деген сияқты. Енді біздің халыққа түсінікті болу үшін осы микроқаржы ұйымдары мен банктердің айырмашылығы қандай екенін айтып әңгімемізді бастасақ. Жарайды. Негізінен қаржы секторына келетін болсақ, қаржы секторы ол банк және микроқаржы ұйымдарынан бөлек онда сақтандыру компаниялары бар, коллекторлық агенттіктер бар. Мысалы, құнды қағаздар нарығында жұмыс істейтін компаниялармен көрсетіледі. Бізде банктерде қазіргі уақытта 21 банк жұмыс істейтін болса, микроқаржы ұйымдарында 950-ге жуық микроқаржы ұйымдары бар. Бұл жерде әрине қандай айырмашылық дейтін болсаңыз, оларда екі қаржы ұйымына қатысты өздерінің бөлек заңдары бар. Банктерге қатысты банк қызметі туралы заң, микроқаржы ұйымдарына қатысты микроқаржы ұйымдарының қызметі туралы заң. Және одан бөлек соған жанама заңдар мен нормативтік актілері бар. Микроқаржы ұйымына келетін болсақ, негізі микроқаржы ұйымын 3 бағытқа бөлсе болады. Ол бірінші классикалық микроқаржы ұйымдары, олардың микронесие беру сомасы 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейін белгіленген. Екіншісі кредиттік несиелік серіктестіктер деп айтады. Олар сол несие серіктестіктің ішіндегі ұйымдар бір-біріне микронесие берумен айналысады. Үшіншісі ломбардтық мекемелер. Ломбардтық микрокредиттер олар 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін микрокредит бере алады, және оның мерзімі, ең ұзақ мерзімі 1 жылға дейін болады. Әрине, бұл жерде пайыздық мөлшерлеме бойынша айтатын болсақ, енді банктерде олардың қаржыландыру көздерінің көптігімен айтса болады. Микроқаржы ұйымында қаржыландыру көздері мысалы шектелген. Сондықтан болар пайыздық мөлшерлемеде айырмашылық болуы мүмкін. Бірақ та агенттіктің белгілеген ең жоғарғы пайыздық мөлшерлеме жылдық тиімді есеп көрсеткіш бойынша банктер бойынша кепілсіз несиелер бойынша 46%-ға белгіленген. Тура сондай мөлшерлеме ол микроқаржы ұйымдарына да белгіленген. Банктерде қосымша егер кепілге одан 36% болатын болса, жаңағы ипотекаға белгіленген жылдық тиімді мөлшерлеме ол 25-ке дейін. Микроқаржы ұйымындағы ерекшеліктердің бірі, енді назар аударатын бағыт деп айтса да болады. Ол жаңа мен айтып өткен сомасы 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейін болуы мүмкін. Және де шешім қабылдау уақытысы банктерге қарағанда тез болуы мүмкін. Қазіргі кезде білесіздер ғой, заманауи технологиялар, IT технологиялардың дамуына байланысты бүкіл шешімдерді мысалы онлайн қабылдай алады. Біздің компаниясын мысал ретінде келтіретін болсақ, бізде скорингтік модельдердің бәрі мемлекеттік ақпарат жүйелерімен шоғырланып, мысалы интеграцияланған деп айтса болады. Сол үшін клиенттен бізге келіп өтінім түскен кезде скоринг шешім қабылдау уақыты аз болады, және шалғай аудандарды біз мысалы қамти аламыз. Ол бірінші интернет желісі арқылы онлайн қабылдайтын болсақ та, тағы да біздің серіктестеріміз бар. Қазпоштадан атап өтсек болады. Қазпошта бүкіл шалғай өңірлерде өздерінің бөлімшелерін қойған, ол жақта жұмыс істейді.
сол біздің серіктестер арқылы несие бере аламыз. Осы микроқаржы ұйымдарды кім қадағалайды немесе дамыту бақылаумен айналысады? Қандай уәкілетті орган қадағалайтынына айтпастан бұрын кішкене тарихқа оралған дұрыс шығар. 20-шы жылы бүкіл микроқаржы секторында жұмыс істейтін компаниялардың бәрі біздің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің құзыретіне өтті. Сол кезде нарықта 5000-нан астам компания жұмыс істеген болатын. Ең бірінші талап қойылды, олар міндетті тіркеуден өту керек болатын. Ары қарай жұмыс істеймін, компанияның жұмысын мысалы ұзақ мерзімді жалғастырам деген компаниялардың барлығы өздерінің өтініштерін беріп, қаржы нарығы агенттігінен тіркеуден өтті. Сол кезде 1300 компаниялар тіркелген болатын. Яғни ол компаниялар ары қарай микроқаржы ұйымы ретінде жұмыс істеуге құзыретті болды. Сол 20-шы жылдың аяғында енді талаптарды кішкене қатаңдата түсті. Енді кішкене қалай айтсам болады, талаптарды жоғары қоя бастады агенттік. Енді лицензиялау режиміне көшті. Лицензияны алған кезде 1000-ға жуық компания қалды. Яғни сол кездегі жұмыс істеген компаниялардың 80%-ға жуығы олар өздерінің кәсібін немесе бағытын өзгертіп, 20%-ы микроқаржы ұйымында ары қарай жұмыс істейміз деп қалған болатын. Ал қадағалағанда олар талаптардың бәрін уақыт өте келе жылдан жылға қарай агенттік мысалы даму жағын бір жағымен ойлайтын болса, оң қолында екінші жағында қадағалау бар. Қадағалау талаптарында олар көтеріп отырды. Жылдан жылға мысалы банктерде қандай талаптар болса, микроқаржы ұйымдарына да сондай талаптарды қойып жатыр десе де болады. Бұл жерде мысалы жарғы капиталын суммасын көбейтті, қазіргі уақытта 200 миллионға дейін жетті, және жаңа пруденциалды нормативтердің бәріндегі коэффициенттердің бәрін қайта қарастырып, олардың бәрін мысалы талаптарын күшейтіп жатыр десек те болады. Микроқаржы ұйымдарының клиенттер алдындағы міндеттері қандай? Енді міндеттер мен талаптар банктерге ұқсас. Банктерде соңғы мысалы 10-15 жылда қандай өзгерістер енгізілген болса, микроқаржы ұйымдары үшін соңғы 5 жылда сол талаптар мен міндеттемелердің бәрі қосымша енгізіліп жатыр десе де болады. Ол жерде 232-ші қағида бар агенттіктің, ол келісім шарттың қандай талаптары болуы керек, және де өзі заң аясында біз қандай ақпараттарды жариялы түрде біздің тұтынушыларға ашық айтып отыруымыз керек. Олардың бәрі жазылған, оның бәрі көрсетілген. Мысалы, потенциалды бізге клиент келетін болса, ең бірінші бізде микроқаржы ұйымы туралы микрокредит беру қағидасы болу керек. Сол қағидамен танысса болады. Одан кейін микрокредит алар кезде ол өзінің алатын сомасымен кейін микрокредит мерзімі біткенге дейінгі толық өтемақы сомасы көрсетілу керек. Яғни клиент өзінің қаншама сома қайтаратынын білу керек. Әрине, одан кейін толық төлемдер, ол кесте бойынша қандай төлемдер болады, оның түрлері бар, оның түрлерін қандай түрін қарастыратыны. Одан кейін сол толық төлемдердің қай жаққа кететінін бәрін көрсетіп беру керек. Кредитін уақытында қайтара алмаған клиенттермен қалай жұмыс істейсіздер? Ең біріншіден, егер тұтынушы өзі кесте бойынша төлеуден қиналып мерзімнен кешіктіретін болса, онда бірінші микроқаржы ұйымы 10 күннің ішінде хабарлама жібереді. Хабарламаның ішінде ол қандай соманы қайтару керек, сотқа дейінгі қарызды реттеу түрлері бар, соны қалай жасай алады, және егер қарызды қайтаратын болса, қандай реквизиттерге қайтару керек. Хабарламада көрсетіледі, жібереді. Хабарламаны алғаннан кейін, мерзімі кешіктірілген күннен бастап 30 күннің ішінде тұтынушы микроқаржы ұйымына келе алады. Сөйтіп өз ұсынысымен осы микрокредит бойынша оның талаптарына өзгерістер енгізуге өтініш қалдырылады. Өтінішті микроқаржы ұйымы 15 күннің ішінде қарайды. 15 күннің ішінде ол 3 түрлі шешім қабылдай алады. Ол бірінші клиенттің келген өтінішін мақұлдап, онымен келісу, одан кейін жаңағы микрокредит шартына өзгерістер енгізу. Бізде қарапайым тілде айтқанда оны қайта қарастыру, мысалы реструктуризация, рефинансирование жазды ғой. Соның
талабын өзгерту, немесе олар өздерінің ұсынысын бере алады. Үшінші, ол өтінішті қарап, бірақ берген ұсынысты қабылдамауы мүмкін. Бірақ қабылдамаған ұсыныс ол міндетті түрде дәйектелген болу керек. Не үшін микроқаржы ұйымы клиенттің ұсыныстарынан бас тартқаны бәрі дәйекті түрде жазылуы керек. Егер клиент осы шешімді қабылдайтын болса, не келісілген, немесе микроқаржы ұйымының ұсынымына, онда микрокредиттік шартқа өзгерістер енгізіледі, клиенттің борыштамалық жүктемесі азаяды. Бізде мына микроқаржы ұйымдарының қандай әрекеттері тұтынушылармен жұмыс барысындағы заңға қайшы болып есептеледі? Бұл жерде де банктермен ұқсас қой. Банктермен ұқсас, және өзі заң бар. Заңдардың өзінде микроқаржы ұйымдарына не істеуге болады, не істеуге болмайды, барлығы жазылған. Тек қана бұл жердегі сұрақ, ол микроқаржы ұйымы сол заң талаптарын сақтанып жұмыс істеуі керек. Ең бастысы. Әрине, ол жерде мысалы, мен жаңа алдында айтып өтіп ғой, комиссия алуға болмайды. Мысалы, микронесие беретін болса, микронесиенің талаптарын өз тарапынан клиентке хабарлама жібермей, оны өзгертуге болмайды. Ол жерде тек қана бір бөлім бар. Егер тек қана микроқаржы ұйымы талаптарды жақсарту шарттарымен беретін болса, онда өзгерістер енгізіледі, бірақ соның өзінде де хабарлама жіберіледі. Хабарламаны клиент қабылдайтын болса, онда ол күшіне қалады. Егер хабарламаны алып, онымен келіспейтін болса, ол өзгерістерді мысалы алып тастауға болады. Одан кейінгі мерзімі өткен берешектер бойынша, мерзімі өткен берешектер 90 күннен асатын болса, ол кепілсіз микрокредиттерге байланысты. Оның үстіне пайызды қосуға болмайды. Егер кепілді болатын болса, ол 180 күннен асатын болса, оның үстіне пайызды қайттан қосуы тоқтатылады деген мысалы талаптар бар. Сол талаптардың бәрін микроқаржы ұйымдары өздері ұстануы керек, және оларды бұзбау керек. Микроқаржы ұйымы болғаннан кейін, егер ол мысалы ашық түрде, жариялы түрде жұмыс істейтін болса, егер ол компания өзінің мысалы даму стратегиясын дұрыс қарайтын болса, ондай компаниялардың бәрі клиенттеріне дұрыс көзбен қарайды. Ол клиенттер кейін өздеріне қайттан микрокредит алатындай болуына тырысады. Сол үшін клиенттің тәуекелдерімен бөлісуге тиіс деп ойлаймын. Егер сол кезде клиенттің жағдайы жақсы болатын болса, ол компанияға да жақсы. Егер клиенттің жағдайы қиын жағдайға түсіп қалатын болса, онда әрине компания ретінде мүмкіндігінше қол ұшын созуға міндетті деп ойлаймын. Енді банктерде қайтарудан күдер үзген деп халыққа түсінікті болу үшін айтайықшы, кредиттерді коллекторлық агенттіктерге береді қайтарып алу үшін. Микроқаржы ұйымдарында осы жұмыс қалай жүзеге асады? Тағы да бұл жерде заң талабынан қарайтын болсақ, коллекторлық агенттіктер туралы заңнама бар. Осы жылғы агенттіктің бастамасымен жіберілген өзгерістерде микрокредит болсын, банк несиесі болсын, сатуға мораторий қойылған 2 жылға. Ол мораторий 1 мамырда басталды, ағымдағы жыл. 2 жылдан кейін болатын болса, сол 26 жылғы 1 мамырға дейін сатуға болмайды ондай проблемалық несиелерді. Яғни бүкіл проблемалық несиелер бар болатын болса, ол банктерде, микроқаржы ұйымдарда өздері ол мәселелерін шешу керек болады. Оларға қатысты дербес жұмыс істеу шаралары бар. Клиенттің жағдайын қайта дұрыстап, оның борыштамасын азайтуға байланысты белгіленген шаралар бар. Микронесие алардың алдында неге мән беру керек? Мысалы, келісім шарттарға, тағы қандай қосымша құжаттарға мән беріп қарау керек? Өкінішке қарай бізде бұл жақта шыны керек, біздің клиенттердің кішкене қаржы сауаттылығын арттыру бойынша жұмыс істеу керек шығар. Бір жағынан қарасаңыздар, бүкіл клиенттер несие болсын, микрокредит алар кезде бәрі асығып келеді. Бәріне қазір, осы дәл қазір шұғыл түрде ақша керек болып тұрады. Тез алып кету керек. Тез алып кету керек болып тұрады. Бірақ
бүкіл құжаттар бар, онда шарт бар. Шарттың ішінде барлық міндеттемелері, құқықтары, олардың мысалы кейін толық қайтаратын сомасы, қанша мерзімге алғаны, қандай түрмен несие төлемдері бар, бәрі жазылған. Ол кезде мысалы асығыс түрде болғаннан кейін қарамай кетеді. Содан кейін мысалы сұрақтары туындап жату керек. Сол үшін мен кеңес берер едім, шартты оқу керек. Асықпай, шартты оқып шығу керек. Одан кейін әрине өзінің төлем қабілеттілігін критикалық тұрғыдан бағалау керек та. Бізде мысалы борыштама жүктемесінің есептеу коэффициенті бар. Яғни сіздің қазіргі алған табысыңыз ол айлық болуы мүмкін, қосымша табыстар болуы мүмкін. Барлық табыстардың мөлшері сіздің шығыстарыңыздың 2 есе көп болу керек. Яғни сіздің сол коэффициент 50% мөлшерінде болу керек. Осы мәселеге де ден қойған дұрыс. Себебі көп азаматтар бізде мысалы импульсивті сатып алуларға беріліп кетіп жатады. Одан кейін сол үшін борыштама жүктемесін көбейтіп алады. Немесе өзінің жаңағы төлем қабілеттігін ойлайды, ұзақ мерзімде мен осындай деңгейде ұстап тұрамын деп. Бірақ өмірде әртүрлі жағдай болғаннан кейін қиын қыстау заманға түсіп қалуы мүмкін. Дәл осылай сауатты, әдемі, түсінікті қылып жеткізген жалғыз сіз. Микроқаржы ұйымдары несие беру және қарыз жүйесіндегі негізгі элементтің бірі. Бастысы тараптардың барлығы заң нормаларын сақтауы керек. Кредит жауапкершілік екенін ұмытпайық. Финподкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. Бай қуатты болайық.